Мына орын алған жағдай бойынша біздің департамент лаборатория мамандарымен осы теңіз жағалауына келіп сынама алдық. Бірінші айта кетері, мына теннисный корттың артында бұрын салған кезінде 500-лік диаметрлік тұрба тастап кеткен. Мына жер асты су көтерілгенде осы теңізді мына қамысқа қарай тұрба тастап кеткен, жер асты су көтеріліп осы жағалауға келетіндей қылдырып. Енді сол мына жерде тұрған қамыстардың өзі шіріп, осындай түске айналып, кәріз су деп атырған. Кәріз су емес, бұл дейтін жер асты су. Сол себептен осындай тексеру сынамаларын алып, лабораторияның нелері шықты, кәріз су емес екенін дәлелдеп отырық. Енді бұл жерде мына қазір жағдайда әкімшілікке шығып, мына жер кімге тиесілі? Мына екі жағында теңізге түсетін жағалау бар, пляж. Сол кімге тиесілі екенін анықтап, бұл қамыстарды тазартып, қамыстың арасында жатырған қоқыстарды тазарту жұмыстарын жүргізу керек. Бұның арыз өтініш болмаған, себебі дейтін кезінде мына теннисный клубтың мамандардың қызметкерлерінің айтуы бойынша теннисный кортқа дейін жер асты су грунтовый вода көтеріліп, сол балдардың ата-аналарына шағым түскеннен кейін акимат қайтып осындай бір не жасаған. Тұрба жүргізіп, грунтовый суды теннисный корттан алып тастау жөнінде сондай не жасаған, жұмыстар жасалған. Бірақ оның өзі көріп отырсыздар, мына жағалауға келіп, мына қамысты шіріп, судың балдырлары бар, соның иіс пайда болып, содан мына қалдықтар жатыр, соның бәрі шіріп, иіс пайда болып, осындай түске айналдырып отыр. Айта кетері, кәдімгідей неге кәріз су лақтырып төгіп атырған, төгінділер жеріп атырған, ондай мекемелер анықталған жоқ. Бұл жер асты суы. Бұл енді жер асты су дейтін табиғаттың өзі көтеріледі ғой енді. Бұл қай уақытта көтереді? Мысалы, жазды күндері ондай көтерілмейді. Мына енді бірінші рет келіп тұрық, осындай жер асты су көтерілген жөнінде. Қазір енді мына нелерден де сұрайық. Енді осы жерде тазалату керек. Соған тазалатып жұмыстарын, сосын мына жер асты суын теңізге жақын жолдау керек емес, тұрба мен КНС-қа жолдау керек деп ойлаймын. Себебі теңізге жүргізіп қою дұрыс емес ол.